Тіршілік құбылысының кең таралғандығы сонша, біз қоршаған ортаның барлық жерлерінде оның көріну жолдарын әрең байқаймыз. Дегенмен, ғарыштық кеңістікті игерген уақыттан бері күн жүйесінің басқа бір жерінен тіршілік бар екенін растайтын дәлел әлі табылмады. Ғаламшарлар мен олардың серіктерінің суреттері ондағы жердің құнарсыз, әрі қорқынышты екен және бізге таныс өсімдіктерге ұқсайтын еш нәрсе жоқ екенін көрсетіп отыр. Ал жер шарында тіршілік қалай басталды? Бұл маңызды сұрақтың жауабы әлі табылмады. Алғашқы атмосферада электр разрядтары қарапайым органикалық молекулаларды, амин қышқылдарын, пуриндер, периминдер секілді қазіргі тіршілік иелерінің негізгі құраушы блоктарын түзді дегеннің бірнеше дәлелі бар. Басқа бір теорияға сәйкес, алғашқы органикалық молекулалар теңіздердің түбінде, жер асты жанартауларының қасында пайда болған. Ондағы жоғары қысым мен жоғары температура алғашқы биологиялық молекулалардың түзілуіне қолайлы жағдай жасаған деп есептеледі. Метеориттердің құрамынан органикалық молекулалардың табылуы тіршілік басқа бір әлемде пайда болып, өзге әлемдіктермен жерге әкелінді деген ойды туғызды. Жер бетіндегі барлық тірі организмдер органикалық молекулалардан тұрады. Мысалы, коллаген тығыз үштік шиыршыққа айқаса оралған 3 полипептидті жіптен құрылған және біздің денеміздің негізгі құрылымдық ағуызы болып табылады. Біздің дене температурамызда биохимиялық реакциялардың тиімді жүруін қамтамасыз ететін катализаторлар болып саналатын ферменттер өте күрделі органикалық молекулалар. Біз ағуыздар, көмірсулар және майлар секілді органикалық қосылыстармен қоректенеміз. Пестицидтер дегеніміз егінді әртүрлі шіркейлерден, арамшөптер мен өсімдік ауруларынан қорғайтын органикалық қосылыстар. Органикалық қосылыстар біздің денеміздің сау болуына жауапты. Дәрумендер күнделікті тамақ рационымыздың өте маңызды микрокомпоненті болып есептеледі. Олар бізді адам денесінде синтезделе алмайтын қосылыстармен қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда дәрі-дәрмектің барлығы дерлік органикалық қосылыстардан тұрады. Органикалық молекулалар магнитті таспалар немесе компакт дискілер секілді ақпарат тасымалдаушылар ретінде ерекше рөл атқарады. Жер бетіндегі әрбір тірі организмнің генетикалық ақпараты рибонуклеин немесе дезоксирибонуклеин қышқылдарында сақталады. 18 ғасырда қазіргі химияның шарықтау кезеңінде ғалымдар органикалық және бейорганикалық қосылыстарды ажырата бастады. Органикалық қосылыстар өсімдіктер мен жануарлар секілді тірі организмдермен байланысты қосылыстар ретінде анықталды. Олар қыздыру кезінде жанат немесе күйеді. Ал өлі материямен байланысты қосылыстар бейорганикалық қосылыстарға жатқызылды. Бұлар қыздыру кезінде еритін немесе буланатын және салқындату кезінде қайтадан алғашқы қалпына келетін заттар болатын. Адамдар органикалық қосылыстар ерекше тіршілік күшінің әсерінен тек қана тірі организмдерде ғана пайда болады деп есептеді. Витализмді, яғни виталистік ілімді теріске шығарған алғашқы ғалым неміс химигі Фридрих Вьоллер болды. Ол 1828 жылы таза бейорганикалық реагенттерден алғашқы органикалық қосылыс несепнәрді синтездеді. Несепнәр жануарлар метаболизмінің жанама өнімі болып саналады, және ол зәрдің құрамында болады. Вьоллер несепнәрді қарапайым бейорганикалық тұз аммоний цианатының сулы ертіндісін буландыру арқылы алды. Виталистік ілім 19 ғасырда химия ғылымынан ақырындап жоғалып, көптеген органикалық қосылыстар зертханаларда синтезделгенімен, органикалық және бейорганикалық химия деп бейресми бөліну қазіргі кезге дейін сақталған. Органикалық заттардың басым көпшілігі химиялық зертханаларда синтезделетіндіктен, органикалық химияның қай жерден бітіп, бейорганикалық химияның қай жерден басталатынын анықтау қиын. Біз органикалық химия, бейорганикалық қосылыс ретінде саналатын көмір қышқылы секілді біршама қосылыстарды қоспағанда, көміртек қосылыстарының химиясы екенін білеміз. Дегенмен кальций карбонаты сияқты бейорганикалық тұздардан бөлек, көмір қышқылы органикалық қосылыстарға жататын спирттер мен күрделі эфирлерді де түзе алады. Сонымен қатар, азот қышқылы немесе күкірт қышқылы секілді бейорганикалық қышқылдар да күрделі эфирлер түседі. Мысалы, біз білетін жарылғыш зат нитроглицерин, органикалық пропантриол 1,2,3 пен бейорганикалық азот қышқылының күрделі эфирі болып саналады. Көптеген типтік металдар металл атомы немесе ионы органикалық молекула құрамына енгізілген қосылыстар түзеді.
Мысал ретінде Гриньяр реагенттерін, диметилсынап және ферроцентті келтіруге болады. Бұл қосылыстар органикалық па әлде бейорганикалық па? Гемоглобин секілді кейбір ақуыз молекулаларында олардың спецификалық белсенділігін анықтайтын металл иондары болады. Бұл мысалдар бейорганикалық және органикалық химия арасындағы шекара анықталмағанын және химияның бұл екі саласы белгілі бір дәрежеде қиылысатынын және олардың арасында тығыз байланыс бар екендігін көрсетеді. Органикалық химия термині ертеректе жануарлар мен өсімдіктерден табылған қосылыстарды зерттейтін химия саласына қатысты қолданылады. Мұндай қосылыстар органикалық қосылыстар деп аталады. Тірі организмдер кез келген басқа жолмен алынбайтын органикалық заттардың пайда болуына жауапты арнайы тіршілік күшінің бар болуымен сипатталады деп есептелінді. Құрамында көміртегі бар қосылыстардың көп болуын түсіндіретін бірінші фактор көміртек-көміртек байланысының беріктігі. Бұл жағдайда байланыстың беріктігін сипаттайтын, байланысты үзу үшін қажет энергия мөлшері басқа гомоядралық байланыстарды үзуге қажет энергия мөлшерінен артық болады. Көміртек атомы сутек секілді басқа элемент атомдарымен берік коваленттік байланыс түзеді. Осындай байланыстары бар молекуланың мысалына метан молекуласы жатады.